Араб тілінің екінші сабағы хәзә, хәзихи сілтеу есімдіктеріне жаттығулар. Мына жерде ең бірінші суратун деген бұл сурет. Бұның алдына хәзә қоямыз ба, әлде хәзихи қоямыз ба дейтін болсақ, хәзихиді қоямыз. Неге? Себебі сурет бұл әйел сегінде тұр, тамарбуттамен. Сол себепті хәзихи суратун бұл сурет. Енді зорфун деген бұл хат. Хаттың алдына хәзә қоямыз, себебі бұл ертегінде тұр. Хат деген сөз ертегінде тұр. Сол себепті хәзә зорфун бұл хат. Келесі зубәбәтун деген шыбын, бұл тамарбутта тұр, әйел тегінде тұр. Сондықтан хәзихи болады. Хәзихи зубәбәтун бұл шыбын. Алямун бұл ертегінде тұр, сол себепті хәзә. Хәзә алямун бұл ту. Келесі полиция добитун бұл да ертегінде хәзә добитун бұл полиция. Сәғатун сағат бұл әйел тегінде тұр, сондықтан хәзихи. Хәзихи сәғатун бұл сағат. Әйел тегінде жазылып тұр. Жалпы осылар. Осы берілген күнделікті өтіп жатқан сөздерді жаттап отыру қажет, және хәзә, хәзихи сілтеу есімдіктерін күштілеп жаттап алу үй тапсырмасы болып саналады.